Ассалаумағалейкум. Мынандай өтік. Осым істемейді. Осыны көріп жөндейтін боламыз. Мынандай өтік қой. Шешкен кезде мынау артында тұрады былай. Осыны бірінші шешеміз. Мына арада бір винт болады. Осыны шешеміз. Арты алынады, бүйтіп мына жерден былай арты алынады. Одан кейін екінші мынаны шешеміз. Мына жерде кнопканы алып тастаймыз. Бір кнопканы алып, осы жерде бір винт болады. Одан кейін мына арада бір винт болады. Мына тесік тұр ғой, осы жерде бір винт болады. Ол винтті мынандай резинкамен мына жерге кіріп тұрады. Осылай тұрады. Резинканы алып тастаймыз, сосын астында винт тұрады. Одан кейін бұны шешкеннен кейін мынау шығады. Мынау шығады. Мына арада міне біреу, екеу, мынаны алып тастағаннан кейін мынаны екінші мынаны шештік қой міне. Одан кейін мынау шығады. Үшінші мынау шығады. Міне мынадан шешеміз. Мына кнопка былай тұрады. Мына кнопканы алып тастаймыз былай. Алып тастасақ мына жерде бір винт шығады. Мына винтті шешіп алып тастаймыз. Шешіп аламыз да. Арада винт болмайды. Мынандай нәрсе мынаған кіріп тұрады арты. Ақырын отвертпен алып тастаймыз. Бүйтіп аламыз. Үшінші часть. Одан кейін төртінші часть шығады. Оны міне мына жерде винттер шығады. Мына арада бір винт, екеу, үшу. Біреу, арада біреу, екеу, үшу. Осы үшеуін шешсек, былай шығады. Ең асты ашылады. Сонда бір, екі, үш, төрт нәрсе шешеміз ғой. Бесінші барып мынау ашылады. Мен арада көрінізді ме? Терморегулятор тұр міне. Бұның өтіктің істеу процесі мұндай ғой міне. Мынау міне қыздыратын теннікі екі контакт тұр міне. Мына арада міне лампочка бар, жаңағы өтік қосқан кезде жанады. Лампочка көрінізді ме? Бұл лампочканың екі проводы параллельно неге